Сәлеметсіз бе? Менің атым Олег. Бүгін мен сізге постердегі кассалық ауысыммен қалай жұмыс істеу керектігін айтамын. Кассалық ауысым мекемедегі қолма-қол ақшаның қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді. Оның қалай жұмыс істейтінін көрейік. Мекеменің әкімші тақтасында жалпы параметрлер қойындысын ашыңыз. Әкімшілік параметрлер бөлімінде кассалық ауысымдарды пайдалану құсбелгісін қойыңыз. Кассалық ауысыммен жұмыс істеуді бастау үшін планшетте немесе компьютерде мекеменің терминалын ашыңыз. Қызметкердің пин-кодын енгізіп, ауысымды ашу опциясын таңдаңыз. Ауысымның басында кассадағы қолма-қол ақшаның қалдығын енгізіңіз. Күні бойы сіздің қызметкерлеріңіз әдеттегідей жұмыс істейді. Тапсырыстарды қабылдайды және есептейді. Транзакцияларды қосады. Терминалда транзакция жасау үшін жоғарғы жолақта мүмкіндіктерді ашып, транзакция жасау пәрменін таңдаңыз. Олардың 3 түрі бар. Шығындар. Сіздің мекемеңіздегі ішкі шығындар, мысалы, қызметкерлердің ақшалай жалақысын есептеу, суды тазалауға немесе жеткізуге жұмсалған ақша. Депозит. Бұл сіздің кассаңызға түсетін ақша. Мысалы, айырбастауға аз ақша жетіспесе және біз оны күні бойы төлесек. Инкассация. Бұл ақша жәшігінің шотынан сейфтік шотқа, яғни кассалық ауысым жабылғаннан кейін сіздің табысыңыз сақталатын шотқа ақша аудару. Кассалық ауысымды жаппас бұрын бір күндік кірісті жинап, ақшаны айырбастауға қалдырыңыз. Әрбір транзакцияда қаражатыңыздың әрбір қозғалысы не үшін жауапты екенін жақсырақ түсіну үшін түсініктеме қосуға болады. Кассалық ауысымды жабу үшін мүмкіндіктерді ашып, кассалық ауысымды жабу пәрменін таңдаңыз. Терминалда әлі де ашық ұяшықтар болса, кассалық ауысымды жабуға шектеулер қоюға болады. Ол үшін параметрлер. Қауіпсіздік қойындысында терминалда ашық ұяшықтар болса, кассалық ауысымды жабуға тыйым салу құсбелгісін қойыңыз. Кассада қалған ақшаны санап, оның сомасын енгізіңіз. Әкімші тақтасында ауысым туралы толық ақпарат сізге қолжетімді болады. Ақпарат нақты уақытта жаңартылып жатқандықтан, оны кассалық ауысым жабылғаннан кейін де, тіпті ауысым кезінде де көруге болады. Қаржы кассалық ауысым қойындысында ол туралы толық ақпаратты көру үшін ауысымды басыңыз. Мұнда сіз барлық транзакцияларыңызды өңдей аласыз. Ауысымның басталу және аяқталу уақытын көре аласыз және кітап пен нақты балансты біле аласыз. Кітап балансы бұл ауысымның басындағы қолма-қол ақша қалдығының сомасы және ауысымдағы барлық қолма-қол ақша операциялары, кірістер, шығыстар, инкассация сомалары және сатудан түскен түсімдер. Нақты қалдық. Бұл кассалық ауысым жабылған кезде кассадағы қалдықпен көрсетілген ақша сомасы, онда іс жүзінде кітап баланстары сәйкес келмейтін, қызыл түспен белгіленген. Жабылмаған ауысымдар сары түспен белгіленген. Сондай-ақ, басында кассадағы қалдық алдыңғысының соңындағы қалдықпен сәйкес келмейтін ауысымдардың қарсысында ақшаның айырмашылығын көрсететін қызыл нүкте белгіленеді. Кассалық ауысымда жасалған транзакцияларды өңдеуге болады. Ол үшін ауысым транзакцияларының тізімінен қажетті әрекетті таңдап, өңдеу түймесін басыңыз. Өңдеу кезінде транзакция түрін, санатын, уақытын, автордың сомасын және түсініктемесін өзгертуге болады. Терминал арқылы жүргізілген барлық ақша операцияларын транзакцияның қаржысы қойындысынан көруге болады. Кассалық ауысым жабылғаннан кейін сіздің қолма-қол ақшаңыз сіздің шотыңызға түседі. Ал қолма-қол ақшасыз ақшаңыз қолма-қол ақшасыз шотқа түседі. Инкассация тізімде қолма-қол ақшадан сейфке аударым ретінде көрсетіледі. Қаржы шоттары қойындысында шоттарыңызды теңшеуге немесе жаңаларын қосуға және байланыстыруға болады. Дұрыс конфигурацияланған кассалық ауысымдар мекемеңіздегі қолма-қол ақшаның қозғалысын бақылауға көмектеседі. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдарыңыз керемет өтсін.